Сәлеметсіздер ма, құрметті әріптестер? Сіздерге арнап ата-аналар жиналысының презентациясы слайды көрнекілігімен бірге шықты жаңа түрі. Егер қажет болса, жекеге хабарласыңыздар. Төменде номерімді қалдырамын. Алдымен слайд-шоумен кейбір ноутбуктарда компьютерде показ слайдов деп тұрады, сонымен ашып аламыз сначала. Одан кейін ата-аналарға бастаймыз. Сәлеметсіздер ма, құрметті ата-аналар? Барлығына сценарийдің ішінде жазылып тұр. Бүгінгі жиналысымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз балаларымыздың оқу тәрбие барысын талқылап қана қоймай, адал еңбек пен отбасы құндылықтары жайлы ой бөлісеміз. Яғни бүгінгі бас қосуымыздың тақырыбы адал ұрпақ, жарқын болашақ. Бұл жай ғана сөз тіркесі емес, әрбіріміздің жүрегімізге жақын өмірлік ұстаным. Себебі адалдық ізгілік пен әділдіктің бастауы. Ал жас ұрпақтың бойына осы қасиетті тарту біздің басты міндетіміз. Алдымен бүгінгі жиналыстың жүрісімен таныстырып өтейін. Ең бірінші біз ұйымдастыру бөлімінде танысамыз және жағымды ахуал орнатамыз. Одан соң баяндамамыз бар, флипбуктан да қарайсыздар. Және де егерде атты жағдаяттарды талдаймыз. Ата-анаға ережемен танысамыз және де жедел сұрақтарға жауап береміз. Ендеше бастайық. Өзімді таныстырып өтетін болсам, менің аты жөнім Капарова Жанар Төреқызы. Мен 28 жыл еңбек өтілі бар, жоғары санатты зерттеуші ұстазбын. Ұстаздық мен үшін жай ғана мамандық емес, ол жүрек қалауым, өмірлік миссиям. Әрбір шәкіртімнің жетістігі мен үшін қуаныш. Әрбір табысы еңбегімнің жемісі. Балалардың бойына біліммен бірге адамгершілік пен адалдықты тарту ұстаздық жолымның басты қағидасы. Ендеше, құрметті ата-аналар, бүгін жиналысымызды көңілді бастау үшін сіздерден өздеріңді ерекше бір әдіспен таныстыруларыңызды сұраймын. Мысалы, мен өзімнің жапонша есімімді айтып берейін. Жанар дейтін болсақ, әрбір әріпке сәйкес жапон әліпбиінде менің атым Сука Токаши болды. Ал сендердің аттарың кім? Дәптерге жазып алсында, бір бет параққа аттарын жазып алсын, сосын әрқайсысы есімдерін атап өтсін. Қызықты аттар. Мысалы, Дана деген болса, Тека Тока. Менің атым Тека Тока. Одан да басқа ұзақ аттар болады ғой. Сол кезде атаған кезде қызықтырақ болады. Сосын ата-ана жиналысын ұйымдастырғанда үлкен бір шоу етудің или тағы бірдеңе етудің үлкен бір көлемде бір шығын шығатындай етіп өткізудің қажеті жоқ. Бірақ шай беруге болады. Көп нәрсені де дайындаудың қажеті жоқ. Шаймен азғана бір тәттіні әкеліп қойсаңыз болады. Және де былай деп айтасыз: ата-аналар, қазақта бірінші шайдың буы дәмнің сыры дейді. Ендеше алдымыздағы шайымызды ұрттап, дастархан басындағы әңгімедей әсерлі сәт жасайық. Ал шайға тәтті болсын деп, мына құймақтарымызды пісіріп алайық деп, мына психологиялық ахуал бар сабақтағы. Дәл сол сияқты ата-анаға жасайсыздар. Бір-бірден шақырып алып, ең ұзын ата-ананы құшақтайды, құймақ пісірді. Келесі құймақ. Ең жас ата-ананы құшақта. Осылайша мінекей қызықтылар бар. Ақша жинайтын ата-ананы құшақта. Ата-аналар біледі ғой, өткен жылдан бері мысалы бірге келе жатқандар болса, чатта үндемейтін ата-ананы құшақта. Хабарландырудан құр қалып, яғни оқымайда не деп отыратын ата-ананы құшақта. Үнемі күліп жүретін ата-ананы құшақта. Осылай үстін басады, мынау андай сенсорлы экранда басады да, телевизорда. Ең сұлу ата-ананы құшақта. Тез болады, 1-2 минутта, көп ұзақ уақыт алмайды бұл. Ең стильді ата-ананы құшақта. Осылайша мінекей 8 бар осы құймақтың, соны тез орындатып аласыздар. Содан кейін құттықтау сөздеріңіз бар. Құттықтау сөзді мен оқып тұрмай-ақ қояйын. Бірақ та бұл мына сценарийдің да ішінде бар, жоспардың да. Содан кейін мына интерактив тақтада да көрсетесіздер, слайдқа да салып қойдым. Осы жерден слайдтан көрсетіп, судыратып оқып шықсаңыздар да болады. Енді әсерлі қылып әрине судыратып дегенге сыпылдатып оқып шықпайық. Ал енді ой қозғауға бейнебаян арнап қойдым. Бұл енді сәл ұзақтау болғанда мәні мағынасы бар. Киноға барса да ата-аналар ұзақ отырады, 1 сағаттай, 2 сағат болсын қарай береді. Ал мынау баланың тәрбиесіне байланысты қысқа метражды фильм. Төменде сілтемесін көрсетіп қойдым. Егер ұзақ деп жатсаңыздар, қысқартып немесе минутын тездетіп өздеріңіз қарайсыздар. Ата-анаға ой салатын бұл қысқа метражды фильм. Аты баланы емес, өзіңді тәрбиеле деп аталады. Ал енді ата-аналар, біз бүгінгі жиналыстың негізгі бөліміне келдік. Яғни биылғы жылдан бастап адал азамат тәрбиелеуде мемлекетте, мектепте, балабақшада барлық ұйымдар, білім беру ұйымдары қатты кірісіп жатыр. Енді әдеби тілмен айтасыздар ғой, мен өз тілмен айтып жатқаным ғой. Флипбук, жасанды интеллект, осыдан ашып осыдан оқисыздар.
мінекей біз бүгін маңызды тақырыптардың төңірегінде бас қосып отырмыз. Жаңағы текст қой мен айтып отырған. Сценарийде де бар. Бала сосын оқып шығасыздар мына жерде. Қанат сөзді оқып шығасыз. Ахмет Байтұрсынұлы балам адам болсын десеңіз, тәрбиешінің сөзіне құлақ асыңыз деген екен. Шындығында да баланың болашағы біз берген тәрбиемен, біз көрсеткен үлгімен қалыптасады. Адалдық адамның ең асыл қасиеттерінің бірі. Кәдімгідей оқып шығасыздар осыны, түсіндіріп отырып. Парақтап ашасыңыз. Мынау мәні мағынасы бар, кәдімгі адалдық туралы, адал азамат тәрбиелеудегі біздің міндеттеріміз туралы флипбук, яғни баяндама. Просто флипбук ретінде ұсынып отырғаным. Бір 4-5 минут уақыт алатын шығар деп ойлаймын өзім. Сосын бұдан жаймен шығасыздар да, келесі жалғастырамыз. Егер кімде интернет желісі интерактивті тақтасында жоқ болса, мына жерге жаңағы флипбуктағы текст бар ғой, баяндама. Соны мына жерге де көрсетіп қойдым. Осыдан да оқысаңыздар болады. Егер флипбук ашса, ана жаңағыны оқудың қажеті жоқ. Енді құрметті ата-аналар, бүгінгі жиналысымыздың ең қызықты бөлігіне келдік. Бұл жағдаяттар кезеңі. Күнделікті өмірде кездесетін түрлі жағдаяттарды бірге талдап, балаларға адал болуды қалай үйретуге болатынын бірге шешіп көрейік. Ол үшін біз ұяшықты таңдап жауап беруіміз керек. Мысалы, мынаның үсті басады. Жағдаят номер 1. Балаңыз дүкеннен артық ақша алып келді. Дүкенші қателесіп, артық қайтара салған екен. Сіз балаңызға не айтасыз? Енді бір ата-ана жауап береді ғой. Мен бұның дұрыс еместігін жаңағы айттым деген сияқты неше түрлі түсіндірдім балаға, ақшасын дүкенге қайтадан беріп жібердім деп. Сосын талқылайсыздар. Сен қалай ойлайсың деп екінші ата-анадан сұрайсыз. Әр жерінен бастау болады. Мысалы, мен шырақты басам. Жағдаят номер 6. Балаңыз болашақта кім болатынын жазып, шығарма жазып отыр. Мен өскенде дәрігер болам. Әр ауруды емдеген сайын ақша сұраймын. Сөйтіп, байып кетем. Жоқ, әлде дүкенші болайын ба? Кішкене балалар келсе, ақшасын жеп қалам. Солай бай боламын дейді. Сіздің көзіңіз атыздай болды. Бұл жағдайда не істейсіз? Яғни, адал азамат тәрбиелеудегі ең басты мақсат қазір мына қоғамда жаңағы жайлап бара жатқан жемқорлық, сыбайлас жемқорлық дегеннің алдын алу ғой. Сондайдан аулақ болуға тәрбиелеу. Яғни баланы кішкентайынан бастап тәрбиелеу керекпіз. Мына жерде ата-аналар ойларын айтады, оның дұрыс еместігін түсіндірем, түсіндірме жұмыстарын жүргізем деген сияқты неше түрлісін айтады ғой. Қай нұсқа болса да, енді әр ата-ананың өзінің пікірі. Мысалы, ағаш таңдайын. Үйіңізге бір ұнатпайтын кісіңіз қонаққа келе жатыр. Сіз жақтырмай тұрсыз. Балаңыз болса, мама, есік кілттеп алып аспай отырайық деп ұсыныс айтты. Сіздің әрекетіңіз болады ғой енді өмірде неше түрлі. Жаңағы телефон соқса да, мен жоқ дей сал деген сияқты. Мына жерде енді ата-анасынға түседі ғой, ойларын айтады. Мен өз нұсқамды ұсынбай-ақ қояйын, бірақ жауаптар қызықты болуы тиіс. Жағдаят номер 2. Балаңыз бақылау жұмысынан төмен баға алды. Бірақ ол бағасын жасырып, 5 алдым деп айтты. Сіз бұған қалай қарайсыз? Қандай шешім қабылдар едіңіз? Келесі жағдаят. Жағдаят номер 3. Интернеттен үй жұмысын көшіріп алуға мүмкіндік бар. Балаңыз бәрі солай істейді ғой деп ақталса, оған не қылдайсыз? Қазір YouTube-та ашып қалсаң, барлық жауап тұр. Немесе қарапайым ChatGPT-дің өзіне сұрақ жазып жүрсең, бәрін айна қатесіз тап-тұйнақтай етіп орындап береді. Бірақ одан ол баланың миын жаттықтырмайды. Керісінше ойлануға мүмкіндік бермейді. Дайын нәрсені көшірудің дұрыс еместігін түсіндіру керек қой ата-ана бұл жерде. Және де соңғы сұрақ, шаңырақ таңдайық. Сынып жетекшіңіз өте қатал, талапшыл, себепсіз сабақтан қалғанға қатты қарайды, сұранса жібермейді. Сіз екі күнге отбасылық демалысқа жолдаматып алдыңыз. Балаңыз апай ұрсады деп азар да безер болып отыр. Сіздің әрекетіңіз. Өшін путевкамен демалуға бару керексіз ғой. Ал алып кетейін десе, ойбай апай ұрсады деп балаңыз бармайды. Не істейсіңіз? Бір өзін тастап кете алмайсыз. Неше түрлі қылып айтады ғой енді. Сіз ата-аналар шатастыру үшін үстіне сұрақ қоюға болады. Ол айтуы мүмкін, мұғалімге түсіндірем. Жоқ, түсіндірсеңіз де жібермей жатыр. Не істейсіңіз? Директорге арыз жазам дейді. Директор да жібермейді. Онда қайтесіз? Деген сияқты да. Өтірік ауырып қалды деп алып кетем ба деп айтқызбау керек қой өшім. Мінекей, егерде кезеңін біз талқылап болдық. Енді ата-аналар, сіздерден көп нәрсе талап етілмейді. Баланың жақсы оқуы мен тәрбиелі болуы үшін тек қана бірнеше қарапайым қағидаларды орындап отырсаңыз жеткілікті. Олар қарапайым болса да маңызды ережелер. Баланың тәрбиесі мен болашағы үшін ең маңыздысы мына қарапайым алтын ережелерді үнемі есте сақтап, күнделікті өмірде ұстанып жүру. Сонымен бірінші ереже: балаңызды мектепке уақытылы жіберіңіз. Таңертең кешіктірмей ояту, сабаққа кешіктірмеу. Ал мұны қатаң сақтаудың бірден бір жолы бұл
күн тәртібін сақтау, уақытында ұйықтату, ерте ұйықтату. Кей бала сабаққа келгенде, осы туралы ашып айтасыңыз ғой енді өзіңіз. Кей бала сабаққа келгенде ұйқысы келіп отырады деген сияқты. Түнімен телефон қарауға жол бермеу мысалы үшін. Сонымен екінші ереже, баланың киімін, құрал жабдықтарын қадағалаңыз. Таза, ұқыпты, толық болу қажет. Мысалы, бастауыш сыныпта еңбекке балу, немесе сурет сабақтар бар. Ал сіз жұмыстан шаршап келіп, оның сабағын, құралдарын түгендемей қалдыңыз. Ертесі күні бейнелеу өнері болады. Ал оның түрлі түсті қарандашы жоқ. Бала қандай күйде болады деп ойлайсыздар? Бала сабақта жетім бала ұқсап, жан жағына қарап, анадан қызыл түс, анадан жасыл түс, анаған анандай кетіргіш бере тұрсыз деп шалтақтап отырады. Сіз балаңыздың күндіз түні жұмыс жасап жүріп, балаңыздың солай отырғанын қалайсыз ба деген сияқты ата-анаға ой салатын жауаппен түсіндіру керексіз ғой бұл жерде. Келесі, мектеппен байланыста болыңыз, жиналысқа қатысу, мұғаліммен қарым-қатынас орнату деген сияқты. Қазір көптеген мұғалімдер жаңағы ата-ананы мектепке шақырудың неше түрлі жолдарын жасап жатыр. Мысалы, мен де сендерге жай жиналыс жасамай, түнімен дайындалып келдім мына. Сендерге пайдалы болсын деп, шайымды ұсынып жатырмын деген сияқты қылып. Ал сондай жағдайда мұғалімнің еңбегін елемеу дұрыс па? Мына қарайған қағазды шығардым мысалы үшін. Ол әрине мен сіздерден қорыққанымнан емес, сіздерге деген құрметім. Үйіңе қонақ келсе де дайындаласың, ал мектепке ата-ана келсе, бұның жаңағы несі қонақтан да жоғары. Төртінші ереже, балаңыздың үй тапсырмасын қадағалаңыз, өзі орындауына жағдай жасаңыз, қажет кезде бағыт беріңіз. Ал айтыңызшы, балаңыз үйде тапсырманы қалай орындайды? Бесінші ереже, баланың денсаулығына көңіл бөліңіз, дұрыс тамақтануы мен ұйқысын қамтамасыз етіңіз. Яғни бала қазіргі таңда көптеген балалар мына зиянды қуырылған картоп, чипсы, жаңағы сондай газдалған сусын, сондаймен тамақтанады. Көптеген бала менің бастауыштан беріп келе жатырмын ғой неше жыл. Сабақта іші ауырып отырады. Апай ішім деп сұранады, оны үйге жібересің, ол сабақтан қалады. Сондықтан жаңағы кейбіреулері ұйқысы келіп отырады, шынымен де түнде жай жататын балалар да. Сондықтан бұл маңызды, оған немқұрайлы қарауға болмайды. Ұйқысы қанық, тамағы тоқ, дені сау баладан білімді бала шығады деп түсіндіресіздер. Сонымен алтыншы ереже, баланы мақтап, қолдап отырыңыз. Әрбір жетістігіне қуаныңыз, сенім беріңіз. Ой, менің балам керемет, қолынан бәрі келеді деп. Келген бойда неше алдың деп демей, күнің қалай өтті деген сияқты, көңіл күйің қалай, құшақтап баланы үнемі. Осылай тәрбиелеу керек. Жетінші ереже, бала алдында мектеп, мұғалім беделін түсірмеңіз, керісінше құрметке тәрбиелеңіз. Мысалы, үйге қиын тапсырма берілді, немесе бала сабаққа түсінбей қалды. Үй жұмысын орындай алмай жатса, ой, сенің апайың да бір, немесе апайың не біледі дейсің сенің? Ой, қойшы сол апайды. Немесе бірдеңелер сұратады ғой енді. Анандай керек, мынандай керек деп, ой, апайың да тіпті қоймайды екен деген сияқты қылып, үнемі сөзбен қағытып, жаңағы мұғалімге тиісіп, оның беделін түсіре берсеңіз, бала мектепке барғанда ол апайды, мұғалімді тыңдағысы келмейді. Қазір қит етсе, мектепке жетіп келетін ата-аналар бар. Менің балам неге мынандай? Өйтіп баланы қорғаштай берсең, балаңды аясаң, аяма деген бар. Қорғаштай берсең, ол ештеңеге қауқарсыз, ештеңеге қол жеткізе алмайтын сондай бір бала болып өседі. Бос уақытын пайдалы өткізуіне ықпал етіңіз. Кітап оқу, үйірмелерге қатысу, спорт. Бір аптада бір кітап оқыса, мен саған демалыс күні қыдыртамын деген сияқты неше түрлі мотивация алдап сулап баланы кітапқа міндетті түрде баулу керек. Кітап оқыған баланың кітап оқымайтын баламен салыстырғанда оның санасы, ойы, оқ бойы жоғары тұрады. Соны түсіндіріңіздер. Үйірмеге де қатысу керек. Сонымен ережелер біткен сияқты. Қазір көрейік. Сұрақ. Құрметті ата-аналар, ендігі кезекте сіздер сергітіп, көңіл көтеретін шағын ғана ойын күтіп тұр. Бұл кезеңіміз біздің жедел сұрақ деп аталады. Яғни, мұнда сіздерге күнделікті қарапайым сұрақтар қойылады. Кезекпен тұрғызып қойыңыз, очередке тұрған сияқты. Мұнда 8 бар ма? 8 ата-ана шыға қойсын. 8 ата-ана шыға қойсында интерактивті тақтада вортволды өте баяу. Интернет жақсы болып тұрса, жақсы да. Үлкейтіп аламыз. Экраннан басады, жауап береді ғой. Балаңыздың арманы не? Кім болса деп армандайсыз? Сәрсенбі күннің сабақ кестесі қандай? Тез-тез бірінен соң бірі тез-тез жауап беріп отыра беру керек қой. Немесе 1 минут уақыт беріп қойыңыз. Балаңыздың ең сүйікті пәні деп тез-тез. Келесі адам баса берсін, ананың сұрағы шыққанша келесі адам баса берсін бүйтіп. Балаңыздың парталастығым қасында кім отырады? Тез-тез бол деп та. Енді мынадан шығып кетіп слайдымызға барайық. Болды, аяқтап болдық қой. Құрметті ата-аналар, бүгінгі басқосуымыз өз мәресіне жетіп отыр. Біз бала тәрбиесіндегі адалдық пен жауапкершілік жайында ой бөлісіп, маңызды мәселелерді талқыладық.
деп мына жерде абайдың сөзі бар, қорытынды сөзі бар, соны оқып шығасыздар. Сіздердің белсенді болу қатысуларыңыз біздің ортақ мақсатымыздың орындалуына үлкен үлес қосты. Ұлы Абайдың ұлағатты сөзінде айтылғандай, адам баласын заман өсіреді, кімде-кім жаман болса, оған өзі ғана емес, ата-ана да кінәлі депті. Ендеше бұл сөздің мәні әрбір баланың тәрбиесі ата-анамен тікелей байланысты екендігін дәлелдейді. Ендеше әрқайсымыз бала тәрбиесіне жауапкершілікті жүрегімізге түйіп, оларға дұрыс бағыт беруден жалықпайық. Бүгінгі кездесуге уақыт бөліп, ой-пікірлеріңізді ортаға салғандарыңыз үшін сіздерге үлкен алғыс айтамын. Балаларымыздың болашағы жарқын болсын деп осылайша аяқтайсыздар. Енді сіздерге не беріледі? Бұл сценарий. Мен жаңа не айттым, соның барлығы мына сценарийдің ішінде тұр. Сіздерге үлкейтіп көрсетейін. Барлығы тұр. От и до жазылған. Басынан аяғына дейін. Және де мынау манағы видео, жаңағы қысқаметражды фильм. Содан кейін көрнекілік тақтаға өте керемет көрнекілік жасақтап шығардым. Бұны жоғарыға ілесіздер. Мына төрт жағына төрт жазу бар, осындай қанатты сөздер. Мынаны ортаға ілесіздер. Сонда кәдімгі күшті көрнекілік болайын деп тұр. Төрт қанатты сөз бар, бір қош келдіңіздер бар, ортаға бір үлкен сурет бар. Енді қажет болса маған жекеге хабарласыңыздар.